Вот уже теперь другая обстановка, да? YouTube туралы. Мысалы, орыстың несіне кіретін болсаң, YouTube-қа да, орысша жазатын болсаң, допустим, қалай там балық кәсіпкерлігімен айналысуға болады, қалай бизнес ашуға болады, биткоин, криптовалюта, инвестиция, мысалы бағалы қағаздар, банктың системасы, немесе ақшалардың қалай жұмыс жасайды, любой нәрсені YouTube-қа орысша жазатын болсаң, орысша видеолар көп, оны қарапайым осы СНГ-дағы, Россиядағы, 90% Россиядағы деп айта аламын. Солар жасайды видеолар. Тегін ешкімге емес, ал қазақша жазатын болсаң, ешқандай жоқ, қазақша ешкім жасамайды. Сол себепті айтқым келіп отқан. Мысалы, баяғыда деймін да, біздің неміз ата-бабамыз Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов, немесе біртуал интеллигенттер бар. Жаңағы Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов кезінде жазды ғой, күшті. Бұлай қазіргі сөзбен айтатын болсаң, контент дейді. Олар орыстың, немесе батыстың ғалымдарының, атақты адамдардың сөздерін қазақшаға аударды. Сөйтіп, ол кездің заманында өздері кітап, журналдар шығарып отырды. Ал қазіргі таңда мен түсінгенім, кітапты ешкім оқымайды. Кітапты жазуға болады, но баяғы заманға қарағанда қазіргі таңда аз адамдар оқиды оны. Ал қазіргі таңда қазақтар не істеуге болады? Бірінші қазақ тілін аман алып қалу үшін, және өзіміздің өсіп келе жатқан ұрпақтар бар ғой, балдар, солардың барлығы оқу үшін, олардың білімі арттыру үшін не істеуге болады? Ол бірақ нәрсе, ол контент создавать ету, контент жасау именно неге YouTube-қа. Мысалы, мен өзім мектеп оқып жүрген кезде біз политика туралы, саясат туралы, немесе госзакуп тендермен айналысу, ол туралы вообще мүлдем хабарымыз жоқ еді. Қазіргі таңда мысалы кейде мен Әблязовты дұрыс емес, кейде дұрыс емес деп айтамын, оның сөздерін, басқа да нәрселер. Егер де глобально ойлайтын болсақ, ол көптеген нәрсе жасап жатыр ғой. Өздеріңіз түсініп отқан шығарсыздар. Көптеген нәрсе жасап жатыр. Мысалы, қазір мектептегі оқушылар политика туралы, саясат туралы өте көп нәрсе біледі. Кім арқасында? Сол Әблязов көптеген нәрселерді айтып отыр, көптеген нәрселерді жазып отыр, YouTube-қа түсіріп. Соны оқи келе, көре келе, тыңдап, сен уже түсіне бастайсың системаны, жүйенің, мемлекеттік басқару, банк жүйесі, көптеген нәрселердің қалай жұмыс жасайтындығын. Сол секілді, мысалы, Нұрлан Байділда, білесің ғой, не істейді, тендер туралы түсіреді, тендер туралы көптеген нәрсе, тендермен айналысқың келе ме, саған бір күн жетеді, бүкіл видеоларын 50%-ін көріп шықсаң, саған надаған білімдер, контент уже білімің қаншама артады. Сол секілді Тәңірберген Бердоңғар мысалы, немесе Атамекен Channel, Business Channel деген каналға мен жазылдым осы қазақша. Сол жерде өзіміздің қазақтардың мал шаруашылығы, және сиыр, ет өнімдері, солар менен қалай неғылатындығы туралы сондай каналдар бар. Мен сол ойлап отқаным, қазақтар көп, сол себепті бізде YouTube-қа қол бос бола ма, осындай контент жасауға тырысу керек, YouTube-қа. Мысалы, егер де сіз базарда аяқ киім сатасыз, сол аяқ киімді қалай сатуға болады, қалай істеу керек, қалай сатып алу керек, жақсы сату үшін қандай нәрселер жасау керек деген секілді, сондай нәрсе неғыл керек. Келесі мысалы магазиніңіз бар, продуктовый, сол магазин туралы көп түсіруге тырысу керек. Бизнес мысалы, қандай бизнес бар дейік, айтшы мысалы, любой бір бизнестің түрі. Мысалы дейінде, ауылда тұрған көптеген жігіттер бар, оларды малды айналысуды олардан жақсы білетін адамдар жоқ. Солар болды жақсы бір компьютер алып алдың да, 100 000 теңгеге ақша жоқ болса, не знаю, белгілі бір жолдарменен алдың, монтаждауды үйрендің, бір жарты күнде видеоны жақсы монтаждауға үйренуге болады. Орысша видеолар көп. Немесе, егер де сіз жақсы видео монтаждай алатын болсаңыз, болды, сол монтаждауды қалай монтаждауға болады, соны қазақша қылып түсіруге болады. Сол малды именно қалай бағу керек, қай кезде жақсы төлдеуге болады, көбейетті. Оны айта беретін көп қой, мен мысалы өзім көп нәрсе білмеймін, көп нәрсе білем деп айтпаймын. Сол себепті сондай каналдарды көп түсіруіміз керек. Сол кезде біздің мынау кітаптың орнына қазіргі таңда сол. Мысалы қазақтың кітаптары бар, соны аудиокнига деген бар ғой,
аудио, кітап, озвучка, шетелдік нелерді, видеоларды, солардың бәрін жасай беруіміз керек. Оны көретін өзіміздің қазақтар. Кейбіреулер жазып атады интернетке комментарий, мысалы. Байқайсың ғой? Қазақ тілін қазақша сөйлеу керек, мыналар үйту керек, бүйту керек. Қазақ тілін сөйлемейді, анау мынау. Ол айтқан сөздерден еш нәрсе шықпайды. Қазақ тілін біз бірақ жолмен сақтап қаламыз. Ол қазақша контент создавать ету. Контент деген не ол? Яғни материал, білім, ақпарат. Осы YouTube арқылы сон байқап отқаным сол. Мен ойымша да ойлаймын, осы Америка туралы мысалы қаншама стрим жүргіздік, қаншама не қылдық, и кейбір адамдар Америкаға келетін, біздсіз болмасын, басқа да жолдармен келетін адамдар соны көріп, сәл де болсын, белгілі бір білімдер қалыптасады дегендей. Сол себепті мынау жігіттер бар біздің, ол көп уақыт алмайды, көп бос болып атады адамдарда. Мысалы қарапайым Инстаграмға басқаларға кіріп ататын болсаң, миллиондаған просмотр болып атыр. Қараш, YouTube'қа 1 минуттық видеоны әрбір видеода 100 мың, 500 мың, миллион, ол деген 500 миллион минут уақыт кетіп атыр оған қазақтардың. Сондай нәрселерді біреуді жамандау, өсектеу, какой-то бір нәрселерді көре бергенше, мен ойымша, сондай уақытты осы білімге күніге 1 сағат жетеді. YouTube'тың тағы бір беретін нәрсесі менің қазір түсінгенім. Мысалы, бір видеоң жақсы өтетін болса, сен келесі видеоңды одан да жақсы қылуға тырысасың. Сол үшін кітаптар оқи бастайсың, білімдер, өзің біліміңді жетілдіресің. Екінші нәрсе, мен мысалы, шынымды айтайын, Америкаға келгенде мен қазақ тілін жайлап ұмыта бастадым. Осы Нурикпенен танысқанда, даже мен Нурик, сен өзіңменен не істеп жүрдім мен? Орысша сөйлесетін едік қой басында, дұрыс па? Екеуміз бірінші танысқан уақытта өзімізше на самом деле Нуриктің өзі өте жақсы сөйлейді. Түсінікпен, одан кейін өте қатты патриот болуға да болмайды. Өте қатты патриот. Интернетте комментарий жазып ататындар, орысша сөйлейтін, анау мынау деп қазақ тілін ағылмайтын деген адамдар, мен ойымша олар патриот емес. Нағыз патриоттар именно қазақ тіліне көп көңіл бөлетін, сол қазақ тілінде көп еңбек жазатын, сондай адамдар нағыз патриоттар, мен солар деп ойлаймын. Сол себепті жігіттер, уақытымыз көп, 10 мың миллиондаған біздің қазақтар таза қазақша сөйлейді, күнделікті тілде қазақ тілі өте оңай бізге сол тілді қолданады. Сол себепті күніге 1-2 сағат уақыт бөліп, өзіңіз жақсы көретін тема, егерде музыка жазатын болсаңыз, қазақша музыка, контент үйретіп адамдарды, немесе сатумен айналысатын болсаңыз, тендермен айналысатын болсаңыз, не только Нұрлан Байділда өзіңізде жасаңыз. Мысалы, тауық жұмыртқа сатасыз, немесе сағат Қытайдан әртүрлі заттар алып келесіз, басқа да мемлекеттерден, немесе Қазақстанда біреулер таксименен айналысатын болса, видео жасаңыздар, такси қалай жақсы таксовать етуге болады, қандай жерлерде тұрып, қалай күніне мысалы 10 мың теңге, 15 мың теңге таксименен істеуге болады. Жаса болды, оны адамдар көреді, міндетті де ол саған сені мазақа, келеке ету емес қой. Орысша, YouTube'қа, ағылшынша кез келген нәрсе жазатын болсаң, 1 минутта табасын сен. Потому что өзі орыстар, ағылшын тіліндегі адамдар, өздерінің халық үшін олар оны түсінеді, көптеген нәрсе создавать етеді, оған бір тиынды алып атпайды, монетизациядан бір байып кетесің деп айтпаймын, YouTube'да видео жасап, көп ақша табасын деп. Ол просто жаңылде ұлттық мүдде, рухани жаңғыру деген Назарбаевтың айтып отқан сөзі осы, рухани жаңғыруымыз деген осы. Егер де біз осындай нәрселер істемейтін болсақ, ол жаңғыру, паңғыру деген нәрсенің бәрі просто дала кетеді. Жестко. Да. Короче, бізде Нурик қазір видео жасап атқанда Нурик вообще күшті идея тапсырды. Мысалы, мен бір видеомда апа мен боқтаған үшін немножко, жақсы, өте қатты критика, мен оны өте күшті қабылдадым. Молодец, Таня әпке еді. Сол күшті нәрсе айтты, балам, жақсы жасайсың, күнделікті тыңдап отырам, бірақ боқтағаның болмады деген секілді. Өте келісем. Сол апаға айтатын, мысалы, көптеген бізде апалар бар, мен де көріп отыратын апа, әпкелер, аталар. Мысалы, соларға қазір мен именно не айтуға тырысамын, идея, мысалы, қандай жасауға болады. Салт дәстүр туралы, қазақ дәстүрінде, мысалы, бесіктен қалай шығарады, немесе не дейтін еді, беташарды қалай өткізу керек, құдалықты қалай күткізу керек. Апалар, апа, әпкелер сондай нәрсені
создавать ету керек, не дейтін еді каналда. Иә, ана сен енді ше жөстікті көп бұра бермеш, бүйтіп өзің жүруге тырыссай. Сол секілді, иә, салт дәстүр туралы, тамақты қалай істеуге болады, үйдегі жатқан келіндер, күйеулеріңіз жақсы жұмыс істейді, сіздер азаннан кешке дейін үйдесіздер, не істейтініңізді білмейсіздер. Отырып алып, күйеулеріңізді миларыңыз жеп, жұмыс істеуің керек, ана-мынау дегенше, үйде отырып бешбармақты қалай жасауға болады, палауды қалай жасауға болады, тамақты қалай істеуге болады жақ. Вот сондай видеолар керек. Өзіміздің қазақтар көбейеді, өзіміздің қазақ тілі дамиды, және де біз орыс тіліне, басқа да тілдерге мұқтаж болмаймыз. Иә, одан кейін негативтің дұрыс қажеті жоқ. Мысалы менде де минустар бар, өте көп минустар бар да, мен оны мойындаймын. Сол оны жазудың, комментарияға үйтудің, біреудің өз-өзіне сенімділігін, біреудің настроениесін түсірудің қажеті жоқ. Себебі сіздер оны көп көріп отқан мыңдаған адамдар, мен қателігімді олар да көреді, жалғыз сіздер емес. Және де өздері болашақта жақсы контент создавать ететін кезде, жасайтын кезде именно YouTube-қа, олар сол қателіктер жасамауға тырысады. Әрбір менің қателігім, әрбір менің жақсылығым ол көптеген адамдарға сабақ. Сол секілді сіздерде сондай қазақ контенттерді көріп ататын болсаңыздар, мен ойымша ондай нәрсені жазбаңыздар, мүлде наоборот қолдап, лайк басып, сондай нәрселерді жасап отыру қажет. Екінші, және де апалар туралы айттым, екінші мысалы мұғалімдерге айтуға болады. Мұғалімдер егерде бір химия пән мұғалімі, физика, география пән мұғалімі болатын болсаңыз, сізге ешкім ешқандай нәрсе жұмыстан шығарып жібермейді. Ол үшін үйде отырып, география туралы, физика туралы өзіңіздің білімдеріңізді қандай білім білесіз, сол туралы контент жасау керек тоже, монтаждап, YouTube-қа салып. Немесе одан кейін үшінші жетпейтін, мысалы, ағаш өнеркәсібі істейтіндер бар ғой көптеген. Олар алады, мысалы, айлығым жоқ, басқа да аз деген секілді өздеріне депрессия түсе береді. Депрессияға түспеудің нәрсесі, егер де сіз YouTube-қа контент жасап отыратын болсаңыз, сізге айлық ол маңызды емес. Ең басты нәрсе сізге адамдардың көңілі, вниманиясы болады. Сол себепті ағашты қалай жасауға болады. Сол туралы жасай беріңіз, әртүрлі тақырып. Белгілі бір салада ол тоқтап қалмайды. Сіздің өміріңіз белгілі бір саланы айту үшін, оларға видео жасау үшін ол өміріңіз жетпейді. Өміріңіздің соңына дейін сол себепті сіз не деген контент, не деген еңбек, қазаққа үлкен еңбек қалдыруға болады. Бұрынғының білімдары, таланттары, бұрынғы заманның білімді ағартушылары біздің жаңағы сол кездегі кітап жазған, журнал, газет жазған Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулат, айта берсең көп олардың бәрі. Солар болатын болса, ал бүгінгі заманның 21 ғасырдың білімді дарындылары, олар именно осындай YouTube-қа немесе әртүрлі сайт, веб-сайттарға контент жасайтын адамдар. Міне бүгінгінің дарындылары солар. Мысалы бізде қазір Нурик қайтадан уже мен мысалы бұндай нәрсе айтам деп ойлаған жоқпын. Көрдің бе, адам түсіріп жатқан оператордың өзі қандай идея айтып жатыр, айтады. Бұрынғы мысалы замандағы Абай Құнанбаев біздің да көптеген білімдер жазып кетті. Егер де 21 ғасырда өмір сүретін болса, сол Абай Құнанбаевты, Абай атамыз, онда ол күшті бір блогер, осындай бір нәрсеменен халыққа көп нәрсе жеткізетін еді. Действительно, рас ол. Иә, қол бос уақыттың барлығын осындай пайдалы нәрселерге жұмсау қажет деп ойлаймын. Одан кейін тағы да жетпейтін контенттің бірі, біздің мектепте сабақты жақсы оқитын балдар болатын еді. Солар, мысалы, белгілі бір есепті қалай дұрыс шығаруға болады, белгілі бір, мысалы, математикада есептер бар ғой, мен өзім математикадан онша емеспін. Бірақ мектепте мұғалімдердің айтқандарына мен мүлдем түсінбейтін едім. Менің жанымда бір досым отыратын еді, қасымдағы. Ол математикадан өте жақсы, мен содан сұраймын, ол маған жақсы түсіндіретін еді. Сол себепті енді түсінгенімше түсіндім. Соны мен түсінгенім, жақсы оқитын мектептегі балдар болатын болса, сіздер белгілі бір өздеріңіздің тілдеріңізбен мұғалімдерден жақсы түсіндіре аласыз. Өздеріңізден төменгі, мысалы 10-шы класста, 11-ші класста оқысын дейік, төмен класстағы балдарға, 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптағы балдарға тек қана математика емес, физика, химия, әртүрлі бүкіл тарих саласы бойынша өзіңдеріңіздің білімдеріңізді осындай арқылы түсіндіріп, біздің қазаққа үлкен баға жетпес құндылық, білім қалдыруға болады. Біз сол кезде ғана әлемдегі бүкіл елдерді білім жөнінен
ғылым жөнінен, экономика жөнінен. Сол кезде ғана біз жетістікке жетеміз, барлық елдерден озамыз. Қазақстанда енді вообще жоқ деп айтпаймын, но өте аз қазақ тілінде осындай контент жасайтын адамдар. Көпшілігі Қазақстанда да бар, олар орысша жасайды, орыс тілінде жасайды, бірақ орыс тілінде оны көпшілігі біздің қазақтар орысша көреді, оны түсіне бермейді, көпшілігі мән аудара бермейді. Қазір байқап отыратын болсаң, басқа да нелерге кіретін болсаң, айтатындардың барлығы өсек там сондай контенттер жасайды, немесе телеканалдардың біреулердің нәрселерін қиып алып, соны салып отырады. Былай айтатын болса, хайп дейді ғой, хайптың артынан там бір атаққа, даңққа, белгілі бір нәрселерге емес, бірінші сапаға, білімге, болашақта ұрпағымыздың дамуына көп көңіл бөлу үшін сондай нәрселер жасау керек деп есептеймін. Сол себепті қазақ бауырлар, бүгіннен бастап, ертең емес, ары күні емес, именно бүгіннен бастап өздеріңіз жақсы көретін, білетін, өзіңіз жақсы тема. Мысалы, кеше бағана Заглаза деген каналды көріп отырмын, қазақ баланың, алматылық. Соның контентінде бір бомжбенен сөйлесіп жатыр. Ол бомж бірақ кезінде жасаған екен күшті нені, евроремонтты. Вот көріп тұрсыздар ғой, әркімнің қолынан белгілі бір таланты бар, әркімнің қолынан белгілі бір нәрсе келеді, басқа адамдардың қолынан келмейді. Өзіңіздің қолыңыздан жақсы келетін нәрсені бүгіннен бастап жасап, еліміздің дамуына үлкен пайда тигізейік. Сау болыңыздар, қазақтар, давайте.